Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін Елеудариға және эфирде Нұрорда News. 5 қаңтар күні Астанада оқушылар арасында қалалық олимпиада өткен болатын. Біздің мектептен қатысқан оқушылардың саны 27. Олардың 20-сы жүлделі орындарға ие болып, 4-еуі грамота алды. Солардың ішінде 8 оқушы 1-2 орындарға ие болып, республикалық олимпиадаға өтті. Ары қарай толығырақ Дияр Ермек. Вы прошли на республиканскую олимпиаду по математике. Как вам это удалось? Я, как и любой олимпиадник, усиленно и усердно очень работала на протяжении многих лет. Я занимаюсь олимпиадой математикой, начиная с того времени, как я пришла в эту школу, то бишь 7 класса. И вот на 4-м году мой труд наконец-то окупился, я смогла пройти. Мы очень рады за вас. Если я не ошибаюсь, это ваш первый опыт на республиканской олимпиаде? Да, это первый раз, когда я прошла на эту олимпиаду. А как вы считаете, велики ли ваши шансы? Ну, на самом деле, уже на областном этапе я встретилась с соперниками республиканского уровня. Очень много людей в нашем городе могут достойно выступить на республиканской. И тот факт, что я уже прошла на республиканскую, означает, что да, я тоже республиканского уровня, я смогу взять место. Так что шансы достаточно велики. Вы прошли на республиканскую олимпиаду. Есть ли волнение? На самом деле я бы не сказала, что очень сильные, потому что я в Олимпиаде уже который год, я участвовала на многих Олимпиадах, и мой опыт говорит сам за себя, то что я уже перестала, в принципе, сильно волноваться. Волнение на республиканской Олимпиаде, наоборот, ни к чему, оно будет лишь мешать решать задачи. 2015-2016 оқу жылында 2-ші катэ білім олимпиадасы өткен болатын. Нұрорда мектеп лицейі басқа лицейлермен салыстырғанда орташа 62,6 ұпаймен 1-ші орынға ие болды. Әр пәнді бөлек қарастыратын болсақ, орыс тілі 3-ші орынға ие болды, ағылшын тілі және математика пәндері 2-ші орын, ал физика, химия, биология пәндері 1-ші орынды жүлделенді. Әр тоқсанның соңында барлық лицейлерде білім тексеру сынағы өтетіні бәрімізге мәлім. Біздің мектеп осы оқу жылының 2-ші БТСінде орташа 105,74 балмен 10-ші орында табылды. Лицейлердің арасында Нұрорда мектебінің 7-ші сынып оқушылары 109,17 ұпаймен 12-ші орында болса, ал 8-ші сыныптар 106 ұпаймен 8-ші орын алды. 9-ші сыныптар 95,9 ұпай алып, 14-ші орынды жүлделенді. Оған қарамастан 10-ші сынып оқушылары 108 ұпаймен 7-ші орынға ие болды. Білім тексеру сынағын әрдайым үздік жазатын 10-ші сынып оқушысы Айнура Жетпісбаева 1-ші тоқсанда барлық лицей оқушыларының арасында 1-ші орынға ие болса, 2-ші тоқсанда 167 ұпаймен 2-ші орынды жүлделенді. Және де 7-ші сынып оқушысы Дамира Женісова 1-ші БТСтен 3-ші орын алса, 2-ші сынақта 7-ші орынға ие болды. Среди всех учеников КТЛ Казахстана вы набрали 3-е место по первой четверти. Как вам это удалось? И еще помимо этого вы олимпиадница по биологии. Все ли вы успеваете? Вообще нет никаких секретов, так как я стараюсь делать все вовремя, не оставлять все на потом. На уроках стараюсь слушать учителя, лишние мысли оставляю за дверью. Обычно после уроков я пишу конспекты или же слова, предложения, которые напоминают мне о том, что мы учили за урок. 7-8 қаңтар күндері Астана қаласында Нұрорда мектеп лицейінде ұл балалар арасында футбол жарысы өткен болатын. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған республикалық футболдан турнир өтті. Турнирға Қазақстанның 26 лицей қатысып, соның ішінде Астана ұлдар лицейі чемпион атанды. Бұл жарыс несімен маңызды? Бұл жарыс оқушыларымыздың спортқа баулу, салауатты өмір салтын қолдау мақсатында жүргізіліп, әр жыл сайын өткізіліп жатқан жарыс. Бұл жарысқа біздің қонақ ретінде жас оқушыларымызды, жас футболшыларымызды спортқа қызықтыру үшін біз Қазақстанның белгілі бапкері, қақпашысы Давид Лорияны шақырдық, және де фристайлдан чемпион біздің лицейіміздің түлегін шақырдық. Ол жерде өзінің өнерін көрсетіп, балаларды кішкене болсын спортқа қызықтырды. Жалпы әр жыл сайын өткізетін жарыс бұл айналмалы кубок. Жаңағындай 1-ші жылы Ақтөбе лицейі алса, 2-ші жылы Ақсай, 3-ші жылы Астарлылар лицейіне айналмалы кубок өтіп жатыр. Жалпы жарыс өз деңгейінде өтті. Одан әрі өзінің
несін жалғасын табады деген ойдамыз. 18 және 22 қаңтар аралықтарында қазақ тілі апталығы болады. Ал 29 қаңтар күні 10 сыныбының көңіл көтеру кешіне келіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Ал енді 2015 жылдың қорытындысын тамашалаңыздар. The sidewalk, innocent, remember, all we did was care for each other, but the night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Blood kiss, fire gun, we need someone to lean on. Blood kiss, fire gun, all we need is somebody to lean on. Blood kiss, fire gun, we need someone to lean on. Blood kiss, fire gun, all we need is somebody to lean on. Not long ago, we would walk on the sidewalk. Innocent, remember, all we did was care for each other, but the night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Blood kiss, fire gun, we need someone to lean on. Blood kiss, fire gun, all we need is somebody to lean on. All we need is somebody to lean on.